Сәлем, менің есімім Марина, және де мен бүгін сіздерге өзімнің басымнан кешкен оқиғаны айтып беретін боламын. Ендеше кеттік. Менің анам үнемі жылай беретін, себебі менің шашым өскен кезде сұр болып, өзгеше болып өстім. Және де мен кішкентай кезімде басқа балалардан өте ерекше болып өстім. Анам бұл оқиғаны естісе жылай береді, бірақ не үшін екенін мен білмеймін. Былтырғы жазда менің басыма керемет оқиға өтті. Ол жайында сіздерге айтып берейін. Мен мектептен шығып бара жатқан кезде менің телефонымды ұрлап кетті. Және де менің жылағаным соншалық жаңбырдың қалай жауып кеткенін білмей қалдым. Мен үйге барғанша жылап қайттым. Содан кейін мен үйде жылап отырдым, сөйтіп ұйықтап қалдым. Түсімде мен бір қызды көрдім. Ол қыздың жанында құйын болды. Оның жанында құйындар болып жаңбыр жауып жатты. Тек менің көзім жасыл, ал ол қыздың көзі көк күмбек болды. Және де ол қыз маған қарап тұрды. Мен таңертең мен оянған кезде көшенің барлығы су басыпты. Тіпті Киевтен дауыл болып, тіпті ағаштардың өзін ұшырып кетіпті. Мен бұл оқиғада негізі жаз болатын, ал бірақ жазда жаңбыр жаумайды ғой. Солай ма? Мені қатты қызықтырды бұл ой. Жазда тек күн шығып тұратын, бірақ аяқ асты жаңбыр жауғанын білмей қалдым. Және де біз бассейнге түсуге барған кезде маған ұнайтын бір Андрей деген жігіт мына қызды жақсы көріп қалыпты. Ол қызды жақсы көретін естігенде менің көңіл күйім қатты түсіп, іштей қызғаныштан өліп бара жаттым. Сол кезде менің мұңайған кезімде жаңбыр құйып жауып кетті. Ал барлығы кетіп қалды, тек қана менен басқа. Мен жылап отырдым. Және де мен оны үйге барғанда анама айтқан кезде әлі жаңбыр жауып тұрды. Және де мен оны анама айттым. Анам сол кезде телефонын жоғалтқан кезде есіме түсірдім. Ол кезде де жаңбыр жауған болатын. Ол кезде де көңілім түсіп тұрды. Және де мен оны байқап көріп, эксперимент жасадым. Және де менің көңіл күйім көтеріліп тұрған кезде найзағай бір жарқ етті де тоқтап қалды. Және де күн ашылып кетті. Оны анама айтқан кезде анам жылай бастады. Бірақ не үшін жылағанын білмеймін. Және де мен ұйықтаған кезде ол қызды тағы да түсімде көрдім. Ол қыз маған менің жаңбыр жауғызатын қасиетім бар екенін есіме тағы да салып қойды. Және де анам ұйқыдан тұрған кезде анамнан бар шындықты сұрадым. Және де айтты, менің егізім бар екен. Және де әкем екеуі ажырасып кеткен кезде сол бір егізімді алып кетіпті. Және де содан бері біздің шашымыз ағарып, сұр түсті болып, ерекше болып өсіппіз. Ол екеумізде жаңбыр жауғызатын қасиетіміз бар екен. Бір кезде есікті біреу тоқылдатты. Мен есікті ашқан кезде сенер-сенбесім түсімде көрген егізім бар екен. Ол менің егізім екен. Білесіңдер ме, оның шашы да тура сонда екен. Киевте болған оқиғаны да сол жасапты. Және де менің таңқалғаным соншалық, мен тіпті егізім бар екенін білген кезде қуанғаным соншалық, жүрегім жарылып кетті. Және де бұл оқиғаны барлығына айтып берген себебім, мен подписчик жинағым келеді. Пожалуйста, подписчиктерім көбейсе, бұдан да керемет нәрселерді сіздерге көрсетемін. Ендеше сау болыңыздар, лайк ұмытылмасын.